Сіз күні бойы шаршап, миыңыз тұманданып жүрме? Бәлкім, сізге кофе емес, янтар қышқылы қажет шығар. Бұл табиғаттың энергия беретін құпиясы. Бірінші, янтар қышқылы деген не? Янтар қышқылы бұл ағзада табиғи түрде түзілетін, бірақ көбіміз мән бермейтін қуатты молекула. Ғылыми аты бутанди қышқылы. Ол кәдімгі янтар тастан, тасқа айналған шайыр, алғаш рет бөлініп алынған. Сондықтан атауы да янтар қышқылы. Екінші, не үшін керек? Бұл қышқыл біздің жасушаларымыздың электр станциясы митохондрияда жұмыс істейді. Ол атом, яғни ағзаның негізгі энергия көзіне айналады. Янтар қышқылы жүйке жүйесін тыныштандырады, стрессті азайтады, мидың жұмысын жақсартады, энергияны қалпына келтіреді, иммунитетті көтереді. Үшінші қызықты фактілер. Ғарышкерлерге арнайы диетада янтар қышқылы қосылады, шаршауды болдырмас үшін. Ол ағзадағы оттарды шығаруға көмектеседі, тіпті ішімдіктен кейінгі қалпына келу процесін жылдамдатады. Спортшылар оны қалпына келу үшін жиі қолданады. Бұл қышқыл антиоксидант ретінде қартаюды баяулатуы мүмкін. Төртінші, қайдан аламыз? Табиғи түрде, қызылшада, ірімшікте, күнбағыс дәнінде, шарап пен айранда, шайырдан алынған қоспаларда, фармацияда таблетка не бат түрінде сатылады. Бесінші, қалай қолдануға болады? Дәрігерлер әдетте күніне 1-2 таблеткасын тамақпен бірге ұсынады. Дозасы нақты өнімге байланысты. Бірақ созылмалы ауруы барлар дәрігермен кеңесу керек. Қорытынды. Янтар қышқылы бұл табиғат берген қуат кілті. Кофеден шаршасаңыз, бір сәтке тоқтап, денеңізге шынайы энергия сыйлайтын осы молекуланы байқап көріңіз.